Елімізде балалардың терезеден құлау оқиғалары жиілеуде. Сол себепті Нұр-Сұлтан қаласы Алматы ауданы полиция басқармасы бала жарақаты мен өлімінің алдын алу мақсатында ескертіп, келесідей қауіпсіздік шараларын сақтауды ұсынады. Көбіне көп қабатты тұрғын үйлерден балалардың терезеден құлау оқиғалары ата-аналарының қарауынсыз қалғандығынан болып жатыр. Үйде балалар болған жағдайда терезені ашық қалдырмау және барлық жиһаздар бала терезеге шыға алмайтындай терезе жанынан алып тастау қажет. Сонымен қатар, терезе жақтауында орналасқан шыбын-шіркей торына сенбеңіз. Олар терезеден баланың құлауынан сақтай алмайды. Керісінше, қайғылы жағдайдың орын алуына әкеп соғады. Балалар өз бетінше терезені ашып алмау үшін терезеге арнайы бекіткіш орнатқаныңыз абзал. Біз айтқан ұсыныстарды ескере отырып, сіз жазатайым оқиғаларды және қайғының алдын аласыз.